Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бүгінде 300-ге жуық жас мамандар еңбек етеді. Биылғы жылы олардың қатары толыға түсері анық. Себебі жоғары оқу орындары мен арнаулы оқу орындарын бітіруші студенттер кәсіпорынға арнайы келіп, өндіріс барысымен танысуды әдетке айналдырған. Жуырда келген бір топ студенттер Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің бітіруші түлектері. Аграрлық факультетінің су ресурстары және суды пайдалану мамандығы бойынша жоғары білім алушы жастар алдымен кәсіпорынның зертханасындағы жұмыстармен танысты. Ішіп көрсей бірінші бәрін, сосын айтасың. Саламатсыз ба? Студенттер бітіріп жатқан Қай су жағымды болды? Су сапасын анықтау, талдау барысына қаныққан студенттерге тұтынушыларды сумен қамту, шайынды суды тазарту процесін бақылап, тұрғындармен кері байланысты түзу бойынша тәулік бойы жұмыс істейтін орталық диспетчерлік қызметінің жұмысы да көрсетілді. Су резервуарлары, судың қысымын бақылау, авариялық бригада қозғалысы және оның жұмысын көрген болашақ су мамандары жүйенің теориядағыдан әлдеқайда күрделі екеніне көз жеткізді. жақсы негізі оқығаннан гөрі практика жүзінде қаттырақ білесің. Кітаптан оқи бересің ғой. Бірақ мына жерде кісілер жақсы үйретіп, ұйымшыл екен. Уже жұмысқа келгіміз келіп отыр, дипломды аласақ. Сіздерге үлкен рахмет түсіндіріп жатқан. Осы қызға да үлкен келесі мына жаққа жүріңіз деп. Жақсы бәрі, ұнады бізге. Кәсіпорынға келушілер алғашқыда мұнда қызықты мәліметтер мен өңірдегі су және кәріз жүйесінің даму жолдарын айғақтайтын деректердің барына мән бере бермейді. Музейде осының бәріне қанығат. Шымкентті үздіксіз ауыз сумен қамтып, сарқынды су тазарту кешеніндегі ауқымды жұмыстарды бейнебаяннан және осындағы макеттерден көрген соң стратегиялық нысандардың көрінбейтін тындырымды тірлігін түсіне бастайды. Біздің студенттерге осы мекемедегі осы таныстырған құралды жабдықтар туралы айтқан саяхаттың қызметкерлері, жұмысшылардың барлық мәліметтері ұнады деп ойдамыз. Болашақта осы студенттер осы мекемеде жақсы қызметкер болуына сенеміз. Кәсіпорын жұмысымен танысуға жастар мен оқушылар және олардың ұстаздары апта сайын келеді.